нас была задача в первую очередь уйти отсюда, потому что здесь город уже скоро придется асфальтом новым. Ну, то есть будет здесь новый асфальт, поэтому вот эту задачу мы сейчас практически здесь осталось перекрытие поставить, засыпаем, и все, и дорожники начинают заниматься. Нұр Отан партиясы фракциясының мүшелері Петропавлдағы су тартқышты қайта жаңғырту барысын тексерді. Жөндеу жұмыстары Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша Партизанская көшесінен Алматинская көшесіне дейін жүргізілуде. На сегодня вот мы... Біз қазір Гоголя көшесіндеміз. Бұл участке 600 миллион теңге бөлінген, 200 миллионы игерілді. Орындалып жатқан жұмыс сапасын халық қалаулылары бақылауға алған. Облыстық мәжіліс депутаты Владимир Причин бірнеше объекттерді аралап, мердігерлер тарапынан оқыс заң бұзушылық байқалмағанын айтып отыр. Рейд барысында анықталған заң бұзушылықтар жақын арада жойылатын болады. Дегенмен жұмыстың сапасы тек толық аяқталған уақытта ғана белгілі болмақ мамандардың сөзінше. Сегодня мы видим, что Бұл жұмыстар толық жоба бойынша іске асырылып жатыр. 900 метр құбыр салынды және барлығы кесте бойынша жүріп жатыр. Айта кету керек, 2016 жылы облысымызда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту бойынша жалпы сомасы 3 миллиард теңгені құрайтын 6 жоба іске асырылуда. Барлығы 16 километрді құрайтын су тартқыш құбырлар ауыстырылатын болады.